арқылы қалыптастыру менің елімнің басты байлығы. Үй тапсырмасы қазір білеміз, күнделікті сабақтардай QR кодпен істейміз. Үй тапсырмасын қайталап шығарамыз. Сабақты керемет көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Өте жақсы. Тапсырмасы, QR кодты сканерлейіп. Тақырыпты сырттау шаңырақ әдісі арқылы, мына шаңырақты басамыз, шаңырақтың астында сендерге сұрақ жасырылған. Сол сұрақтарға жауап береміз. Шаңырақты басып еді, дұрыс сұраққа жауап. Дамыған елдерде ең дамыған өнеркәсіп дамыған елдер олар қазіргі таңда ақш, Германия кіреді және оларда ең дамыған өнеркәсіп машина жасау, яғни автомобильдер, электроника, техника және де экономикаға, энергетикаға элементтерді шығарады. Жақсы. Қазақстанда ауылдармен астана. Ауылдарда ауыл шаруашылығының қандай түрі дамыған? Ауылдарда жергілікті түрде табиғаты мен климаты жақсы қолайлы болғандықтан ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы жақсы. Жақсы. Киіз үй әдісі. Киіз үйдің астында екі топ қана бізде басамыз, сандар шығады. Сол бірінші топ, екінші топ отыра қаламыз. Келмерім. Киіз үйді отырасыз. Екінші топқа барасыз. Тақырыбы бағаланады. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың тақырыбы балалар дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру. Сабақтың мақсаты дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру қазақстандық компоненттік қосымша қамту негізінде. Даму бұл тек өндіріс көлемінің артуы ғана емес, сонымен қатар халықтың өмір сүру сапасының жақсаруы, технологиялық ілгерілеу және әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Елдерді салыстыру үшін қолданылатын басты құралдар ол жиынтық ішкі өнім. Индексі үш негізгі факторды біріктіреді. Біріншісі, ұзақ және сау өмір бұл халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы. Жаңа тақырып бойынша жеке жұмыс балалар, қазір мен сендерге материктің кескін картасын берем, осы сол бойынша жұмыс жасаймыз. Алдарында дескриптор берілген. Евразия материалын орналасқан оның шекарасы осы жерде. Бізде ол мұнай сату кәсіпорнына айналысады. Оны үш жағынан үш теңіз қоршаған болатын. Солтүстіктен Қара теңіз, батыстан Егей теңізі және оңтүстіктен Жерорта теңізі қоршауға алған. Шекарасы Түркия мемлекеті 8 мемлекетпен шектеседі. Өнімнің сұранысы өте жоғары деңгейде. Ол солтүстік Американың жерінде орналасқан. Әлемдік аймақ бойынша екінші орында тұрады. Жапония бұл Тынық мұхиттың батыс бөлігінде орналасқан арал болып табылады. Импортталатын өнімдерде өте сенімді және тұрақты түрде импортталып, экспортталады. Ең ірі мемлекет болып табылады. Ол Еуразия материгінің солтүстік бөлігінде орналасқан. Ол жер көлемі бойынша бірінші орында. Америка, солтүстігінде Канада, және де оңтүстігінде Мексика орналасқан. Сергіту сайтында берілген мемлекеттерді картадан көрсетіп, сол мемлекеттермен амандасамыз. Шығып, бір мемлекетті таңдаймыз, картаның географиялық орнын көрсетіп, сол мемлекеттің тілімен амандасамыз. Қытайды көрсетіп картадан. Жұптық жұмыс бойынша қазір Қазақстанның дүниежүзілік саудадағы орнын сипаттама жазасыңдар. Әлемдік нарықта шикізат пен энергия ресурстарын
жеткізуші ірі елдердің бірі Қытай, Ресей және тмд елдері. Қазақстандық уран, мыс және бидай әлемдік нарықта ең жоғары сұранысқа ие өнім болып табылады. Бүгінгі сабақ бойынша сабақты бекіту киіз үй әдісі арқылы кезек берейік. Қарындаршы, мына алдарыңдағы киіз үйлердің ішінде сұрақтар жазылған. Әрқайсысын кезекпен бір киіз үйді таңдап, ішіндегі сұраққа жауап бересіңдер. Осылайша біз сабағымызды қызықты әрі мазмұнды түрде жалғастырамыз. Ел экономикасы ол, оның көрсеткіштері және даму деңгейін көрсететін көрсеткіш болып табылады. Ол экономика бойынша біз оны нақты түрде жиынтық ішкі өнім, жиынтық ұлттық өнім және адам басқа шаққандағы табыс арқылы білеміз. Бұл экономикасы және құрылысы ресурстары да бұл ел экономикасы маңызды қарайды. Дүниежүзіндегі жиынтық ішкі өнімнің көлемі бойынша ең жоғары елдер. Америка құрама штаттары бірінші орында тұрады. Маңызды негізгі үш көрсеткіш бар. Біріншісі жалпы ішкі өнім, екіншісі еңбек өнімділігі, ал үшіншісі әлеуметтік көрсеткіштер. Сатушының қабілетінің паритеті дегенді қалай түсінесің? Бұл бірдей тауарларды әртүрлі елдерде қандай ақшаға сатып алу көрсеткіші. Аталушы елдердегі перифериялық адамдар неге ішкі отарлар деп атайды? Себебі ел ішіндегі дамыған аймақ пен артта қалған аймақ арасындағы қатынасты отарлаушы және отар қатынастарының ұқсамайды. Байланыс классрум арқылы береміз, QR кодты сканер жасап, ішінен светофор таңдап аламыз, иә? Сонда қызыл, жасыл, сары түстер беріліп тұрады. Жартай түсінсек, сұрақтарың болса, мүлдем түсінбесеңдер қызылды басамыз. Түсінікті ме? Бұл ән жетсек. Экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру. Бүгінгі сабақ бойынша сендерді барлап кететін болсам, Жылы 9, Мейрамбек 8, Ахмет 9, Іңкәр 9, Жанерке 9, Жан 7, Құралай 9.